Баршаларыңызға сәлем достар, сіздермен Жібек. Бүгін менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге баклажаннан жасалынатын, ерекше қысқа сақталынатын, дәмі ауыздан кетпейтін салаттың рецептін ұсынатын боламын. Ол үшін бізге қызанақ қажет болады, және де жасыл болгар бұрышы қажет. Егер де осы болгар бұрышының қызылы болса, тіпті жақсы болады. Және де бізге баклажан қажет болады. Баклажанның сыртын осылай тазалап, жуып аламыз. Міне дәл осындай баклажандар. Келесі кезекте бізге пияз қажет болады. Міне пияздың сыртын осылай ашып дайындап алдым. Және де аскөк қажет. Одан кейін тұз қажет болады. Және де сарымсақ қажет болады. Сарымсақ пен тұз және де аскөкті өз қалауларыңызша қосасыздар. Енді ең алдымен баклажанымызды басқа жағындағы қажет емес жерін алып тастап, одан кейін сыртын арнайы ашығышпен ашып аламыз. Баклажанның сыртында қабығын міндетті түрде ашу қажет. Егер де оны ашмайтын болсаңыздар, дәл осы біздің жабатын салатымыз атылып кетуі мүмкін. Сол себептен сыртындағы қабығын ашып аламыз барлық баклажандардың. Енді осы баклажандарды тураймыз. Енді турауға келетін болсақ, баклажанды ортасынан бөліп, одан кейін оны тағы да ортасынан бөлеміз. Егер де бұл үлкендеу болады деп ойласаңыздар, оны тағы да осы сопақ болған баклажандарды тағы да дәл қақ ортасынан бөлсеңіздер болады. Міне осындай болып туралады баклажандар. Енді қалған баклажандарды да осылай турап шығамыз. Енді туралған баклажандардың бетіне дәл осылай тұзымызды себеміз. Татымына қарай тұзды көптеу қылып себеміз. Одан кейін ешқандай да су құймаймыз. Тек қана баклажандарға тұз салып, одан кейін қолмен араластырып қоямыз. Қолмен жақсылап баклажандардың барлығына тұз жететіндей қылып жақсылап қолмен араластырып шығамыз. Одан кейін дәл осы баклажандарға су құймай, тек қана тұзбен беткі жағында қақпағын жауып 1 сағатқа қойып қоямыз. Енді қалған қажет көкөністерімізді тураймыз. Енді қызанағымызды дәл осылай толығымен түпкі жағына жетпей 4 бөлікке бөлеміз. Одан кейін оның үстінен ыстық қайнаған суымызды біздің қызанақтарымыз бататындай қылып құйып шығамыз. Қызанақтарымыз бататындай қылып су құюымыз керек. Бұны істеуіміздің себебі біздің қызанағымыздың сыртындағы қабығын ашу үшін. Шамамен дәл осы ыстық қайнаған суда 5 минуттай уақыт ұстаймыз. 5 минуттан көп ұстамаңыздар, 5 минут жеткілікті. Енді ыстық қайнаған судан қызанақтарымызды шығарамыз. Енді осы кезде біздің қызанағымыздың сыртқы жағындағы қабығын ашу өте оңай болады. Менде қазір қызанақтар ыстық болып тұр. Ыстық суға салынған соң, міне дәл осылай қабықтары өте тез ашылады. Қабықты ашып салатқа салсаңыздар, сол кезде дәмді болады. Енді келесі кезекте пиязымызды тураймыз. Пиязымызды дәл видеода көрсетілгендей қылып турап шығамыз. Енді келесі кезекте болгар бұрышымызды тураймыз. Болгар бұрышын қажет емес жерін алып тастап, тек қана дәл осылай турап шығамыз, ортасынан бөліп. Енді дайын болған болгар бұрышын енді бағанағы сарымсағымызды тураймыз. Сарымсақты қанша салам десеңіздер, оның барлығы өз еріктеріңізде. Сарымсақты дәл осылай видеода анық көрсетілгендей қылып турап шығамыз. Негізінен болгар бұрышынан барынша қызыл болгар бұрышын қолданған дұрыс. Жасылдан қарағанда біздің үйде жасыл болғандықтан мен жасыл болгар бұрышын қолдана салдым. Енді аскөгімізді жіңішке майда етіп тураймыз. Енді дайын болған қажет көкөністерді бір көрсетіп кетейін. Мына жерде менде қызанақ, сыртынан қабығы ашылынған. Мына жердегі бағанағы баклажанға мүлдем су құймадым. 1 сағаттай уақыт тұрды. Енді мына жерде болгарский, сарымсақ және де пияз. Міне бағанағы баклажандарға су құймасам да, тек қана тұзға салып қойсам да, астынан осындай қап-қара су шығады. Яғни бұл біздегі дәл осы баклажандардың ащысы кетеді. Дәл осындай міндетті түрде қара суы шығуы қажет. Және де баклажандарымыз дәл осындай қолға ұстаған кезде дәл осылай кішкене қарайып, және де дәл осылай жұмсақ болады. Бірақ қатты қараймайды, сәл ғана жан жақтары қызара
түседі. Енді бағанағы аскөкті бір көрсетейін. Енді қажет заттардың барлығын дәл осылай дайындап аламыз. Баклажанды енді салқын суға тазалап жуып аламыз. Қара суын төгіп тастаймыз баклажанның. Енді ошағымызға майымызды құямыз. Майды аз құйсаңыздар, бұл салат дәмсіз болып қалады. Сол себептен көп те қылмай, аз да қылмай, орташа қылып майымызды салып, пиязымызды қуырамыз. Мен ошақта пісірген соң астыңғы жағына от салып істедім. Енді пиязымызды осылай жақсылап қуырып аламыз. Пиязымызды дәл осылай қызартып қуырамыз. Одан кейін оның үстінен біздің бағанағы қызанағымызды саламыз. Енді қызанағымызды шамамен бір 5-7 минуттай уақыт пиязбен бірге қуыратын боламыз. Одан артық көп ұстамаймыз. Дәл осылай су шығу қажет. Одан кейін болгар бұрышымызды салып, тағы да бір араластырып, болгар бұрышымызды да шамамен 5-7 минуттай уақыт қуырамыз. Одан кейін баклажанымызды саламыз. Баклажанымызды жақсылап салқын суға жуып алып, ащысынан кетіріп, енді оны араластырмаймыз. Біздің астында тұрған көкөністерімізбен араластырмаймыз. Дәл осылай қойып қоямыз баклажандарымызды. Одан кейін бетіне тұз себеміз. Сосын кейін бір араластырып жібереміз. Енді баклажандарымызды шамамен бір 5 минуттай уақыт қуырылады. Баклажандарымыз 5 минуттай уақыт қуырылған соң, міне ол осылай қайнап тұрады. Енді оның қақпағын қайтадан жауып қоямыз. Енді оған сарымсақ және де аскөгімізді қосамыз. Сарымсақ пен аскөгімізді қосып болған соң, тағы да бір араластырып жібереміз. Бұл салаттың дәмі өте керемет болып шығады. Әсіресе егерде сіздерге баклажан ұнаса, осы салатты міндетті түрде қыстың кезінде дайындап көрулеріңіз қажет. Енді дәл осылай бір рет араластырып шығамыз. Барлығын жақсылап араластырып шығып, енді қақпағын жауып қоямыз. Және де айтпақшы, біз бұған шекер саламыз. Шекерді азғантай ғана қылып саламыз. Шекерді міндетті түрде салу керек, сол кезде дәмі кіре түседі. Енді қақпағын жауып, шамамен 20-25 минуттай уақыт ұстайтын боламыз. Егерде баклажандар жұмсақ болса, онда бұл салат дайын деген сөз. Енді залалсыздандырылған, яғни стерилизовать етілген банкілерімізге дайын болған салатымызды абайлап қасықпен саламыз. Банкаларды толығымен толтырып, дәл осы салатқа, одан кейін тағы да залалсыздандырылған банкаларымызды жауып тастаймыз. Арнайы банка жабатынмен, яғни орысша айтқанда түсінікті болу үшін закрывалкамен жабамыз. Енді салатымызды толығымен саламыз. Бұл салат өте дәмді болып шығады. Және де сіздер бұны қайнатқан кезде қатты езіп алмай, бар жоғы бұл салатты 20-25 минуттай уақыт қайнату қажет. Бірақ 20-25 минут емес, 30 минутта уақыт кетуі мүмкін. Ол сіздердің баклажандардың жұмсарғанша қарайды. Енді дәл осылай банкаларымызды айналдырып жауып тастаймыз. Менде бұл салат 4,5 литр болып шықты. Дәмі өте керемет болып шығады.